Бүгін бізде 4-ші сабақ тас дәуірі мезолит. Мезолит орта тас дәуірі біздің заманымыздан бұрынғы 12-5 мыңжылдықтар аралығын қамтиды. Есімізге түсіретін болсақ, кейінгі палеолитте, яғни бұдан 13 мың жыл бұрын жер беті күрт жылынып, мұздықтар ери бастаған болатын. Яғни мұз басу дәуірі аяқталған болатын. Осы мезолит дәуірінде күннің жылынуы әрі қарай жалғасып, мұздықтар ери бастайды. Еріген мұздықтардың орнында жаңаша табиғи климаттық жағдай қалыптасты. Орманда алқаптар көбейді. Жасыл желек ормандар көбейе түскен. Осы табиғат пен өсімдіктер дүниесінің өзгеруіне байланысты жануарлар дүниесі де өзгерді. Қазіргіге ұқсас жануарлар мен өсімдіктер түрі қалыптаса бастады. Қазақстанның далалық аймақтарында бөкен, жылқы, құлан, сиыр тұқымдастар кеңінен таралды. Бұрынғыдай аңдарды қуып, қаумалап ұстау, жардан құлату сияқты аңшылық әдістер жойыла бастады. Ұсақ және тез жүгіретін аңдарды аулау үшін адамдар садақ пен жебені ойлап тапты. Садақ аңдарды алыстан атуға мүмкіндік берді. Мезолитте аңшылық адамдардың негізгі кәсібінің біріне айналды. Мұздықтардан еріген су дүниежүзілік су деңгейін көтеріп жіберді. Әсіресе Каспий, Қара теңіз, Балтық теңізінің суы қатты көтерілді. Яғни өзен сулар көбейген екен. Осы өзен суларда құстардың түрлері, балықтардың түрлері көбейді. Және осы мезолит жаңалықтарының бірі болып есептелетін адамдар балық аулай бастады. Балық аулауда гарпун, ау, шанышқы мен қармақты кеңінен пайдаланды. Есімізге түсірсек, кейінгі палеолитте адамдар гарпунды аң аулау үшін пайдаланса, ал енді мезолит дәуірінде гарпунды балық аулауға да қолдана бастады. Мезолиттің кезінде алғашқы сал, қайық пен ескектің түрлері пайда болды. Мезолиттің жаңалық микролиттердің пайда болды. Микролиттер дегеніміз 1-2 сантиметр ұсақ тастардан жасалған құралдар. Яғни адамдар осы кезде өте ұсақ тастарды өңдеу деңгейіне дейін жеткен екен. Микролиттерді қалай пайдаланды? Ол ұсақ өңделген ұсақ тастарды ағаш немесе сүйек саптарға балауызбен желімдеп немесе жіппен байлап, мезолиттің ірі жаңалықтары болып есептелетін садақ пен жебенің шығу. Садақ пен жебенің шығу тарихы бұл да аңдарға байланысты. Мезолиттің кезінде жаңа айтып кеттік, ұсақ аңдардың көбейді, тез жүгіретін аңдар көбейді. Ол аңдарды аулау бұрынғыдай әдіспен аулау мүмкін емес еді. Сондықтан адамдар бұндай аңдарды аулау үшін садақ пен жебені ойлап тапқан екен. Жалпы садақ аңшылықтың рөлін арттырды. Мезолиттің кезінде рулық қауымның нығаюы одан сайын күшейді. Есімізге түсірсек, рулық қауым кейінгі палеолитте саналы адамның тұсында қалыптасқан болатын, ал мезолиттің кезінде ол одан сайын нығайды. Қауымдағы адамдар 3 топтан тұрған: қариялар, ересектер және балалар. Қариялар өздерінің тәжірибесімен бөліскен, қауымдағы әдет-ғұрыпты сақтап отырған, бар білгендерін өзінен кішілерге үйретіп отыр. Ал ересектер тамақ табумен айналысқан. Балалар болатын болса, ересектерге көмектескен, қариялардың ақыл өсиетін тыңдаған. Бірақ балалар қауымның жиналысына қатыса алмаған. Қауымның жиналысына қатысу үшін ересектер тобына өту керек болған. Ал енді ересектер тобына өту ғұрпын бағыштау немесе инициация деп. Яғни бұл бойынша емтихан тапсырған ересектер тобына өту үшін әртүрлі садақ атудан, аң аулаудан, тағы да күш сынасудан, тағы да басқа осындай емтихандардан өтсе ғана олар ересектер тобына өте алады. Осы мезолит кезінің ерекшеліктерінің тағы бір деп айтсақ болады: ерлер мен әйелдер арасындағы еңбек бөлінісі пайда болды. Еркектер аң аулаумен шұғылданды, ал әйелдер терімшілікпен. Енді бұл ерлер мен әйелдер арасындағы еңбек бөлінісі неге мезолитте пайда болды дейтін болсақ, өйткені бұл кезде аң аулау қиындай түседі. Яғни бұрын палеолит кезінде, ерте палеолит кезінде аң аулауға әйелдер де, еркектер де, бала да бәрі баратын еді. Яғни олар қаумалап жүріп, аңдарды үркітіп жүріп, жардан құлатып жүріп, солай аулайтын. Ал енді мезолит кезінде садақ пен жебемен немесе басқа қарулармен аулайды.
бұл өте ептілікті, дәлдікті, шыдамдылықты талап ететін болған, ал оған көбінесе еркектер ғана жарайтын болған. Сондықтан еркектер аң аулаумен айналысқан екен. Мезолиттің жаңалықтарының бірі мал шаруашылығының пайда бола бастауы. Мал шаруашылығы аң аулаудан, мал өсіру, яғни аң аулаудан келіп шыққан. Бұл қалай болған? Адамдар аң аулап жүріп, аңның ұсақ төлдерін ұстап алатын болған. Оларды өлтірмей, шарбақтар жасап, сонда қамап, шөп беріп, сөйтіп баға бастаған. Осылай біртіндеп мал шаруашылығы қалыптаса бастаған. Адамдардың ең алғаш қолға үйретілген жануары ол ит болған. Одан кейін біртіндеп басқа жануарлар, ешкі, қой, сиыр сияқты басқа да жануарларды қолға үйрете бастаған екен. Және мезолиттің тағы жаңалықтарының бірі егіншіліктің пайда болуы. Егіншілік терімшіліктен келіп шыққан. Әйелдер терімшілікпен айналысып жүріп, кейбір дән арқылы өсімдіктің өсіп шығып, одан кейін осылай дамып жетілетіндігін білген. Сөйтіп олар өздері де өсіре бастаған. Бірақ айта кететін нәрсе, мал шаруашылығы да егіншілікте, мезолитте пайда болғанмен, ол бірден дамып кете қойған жоқ. Бәрібір мезолиттің кезінде негізгі шаруашылық аң аулау мен терімшілік болып қалды. Мезолиттің Қазақстан жерінен мезолит дәуірінің 20-ға жуық ескерткіштері табылған. Бұл аз деп айтуға болады. Мезолиттің кезінде адамдардың саны азайған ба деген сұрақ туындайды. Жоқ, мезолит кезінде адамдардың саны керісінше көбейген, тек адамдардың өмір сүру дағдысы өзгерген. Яғни адамдар бір жерде тұрақтап тұрмай, жаңағы әсіресе аңшылар аңдардың ізімен өздерінің қоныстарын, тұрақтарын жиі өзгертіп отырған. Сондықтан мәдени қабат қалыптасып үлгермеген. Ескерткіштердің аз табылу себебі сондықтан. Қазақстан жерінен табылған мезолиттік тұрақтар тоқталатын болсақ, Атбасарда Тельман, Қарағандыда Әкімбек, Көкшетауда Виноградов, Торғайда Дүзбай, Маңғыстауда Қызылсу, солтүстік Қазақстанда Бичурин, Боголюбова, Явленка тұрақтары зерттелген. Мезолиттік аңшылар Ертіс, Есіл, Тобыл, Торғай, Жайық өзендерінің жағалауларын мекендеді. Мезолиттік аңшылар баспананы жеңіл қос сияқты ағаштан айқастырып құрып, оның үстін аң терілерімен жап. Осындай қабырғалары терең көмілген, көлемі 40-60 шаршы метр болатын баспана Есіл өзенінің аңғарынан. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.